Сәлем достар, қалдарың қалай? Hello, how are you? What's up? Бүгін бізде 8-ші сабақ, яғни біз бұл сабақта күндерді, айларды атап, және де оларға мысалдарды айтып үйренетін боламыз сөйлемдермен. Кеттік ендеше, сіз алдымен лайк басып, каналға тіркеліп, видеоны достарыңызға жіберіңіз. Бастайық. Бірінші күн дүйсенбі. Ағылшынша Monday. Екінші күн сейсенбі. Ағылшынша Tuesday. Үшінші күн сәрсенбі. Ағылшынша Wednesday. Төртінші күн бейсенбі. Ағылшынша Thursday. Бесінші күн жұма. Ағылшынша Friday. Алтыншы күн сенбі. Ағылшынша Saturday. Жетінші күн аптаның соңы. Жексенбі. Ағылшынша Sunday. Достар, біз апта күндерін жаттап алдық. Енді ағылшынша күн деген сөзді day деп атаймыз. Ал апта күндері дегенді week. Бір апта дегенді week деп атаймыз, ал апта күндері weekdays. Яғни мына суреттің төбесіндегі бірінші сөзге қарайтын болсаңдар, weekdays деп тұр. Яғни апта күндері. Ендігі кезекте достар, біз айлар мен жыл деген сөздің ағылшынша атауын оқып үйренейік. Айлар өздеріңіз білетіндей 12 айдан тұрады, яғни бір жыл. Осыларды оқып бастайық. Достар, months of the year деп төбесінде тұр ғой суреттің. Яғни бұл months дегеніміз ай, year дегеніміз жыл болып оқылады. Енді бірінші ай қаңтар, яғни январь. Ол ағылшынша January. Екінші ай ақпан, февраль, ағылшынша February. Үшінші ай наурыз, яғни март, ағылшынша March. Төртінші ай сәуір, апрель, ағылшынша April. Бесінші ай мамыр, яғни май, ағылшынша May. Алтыншы ай маусым, яғни июнь, ағылшынша June. Жетінші ай шілде, июль, ағылшынша July. Сегізінші ай бізде август, яғни тамыз, ағылшынша August. Тоғызыншы ай сентябрь, қыркүйек, ағылшынша September. Келесі 10-шы ай қазан, октябрь, ағылшынша October. 11-шы ай ноябрь, қараша, ағылшынша November. 12-шы ай, яғни соңғы ай бізде декабрь, яғни желтоқсан. Ол ағылшынша December. Достар, осымен бізде күндерді, айларды және де жылды қалай ағылшынша атаймыз, сол туралы үйрендік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі мына суретте бізде барлығын мен жинақтап жазып шығарып қойдым. Енді астындағы мысалдарын қызыл түспен көріп тұрсыздар ғой, соны оқып көрейік. Days of the week, яғни апта күндері. Осы күндерге бір мысал келтірейік. Ол қызыл түспен, яғни розовыймен белгіленіп тұр. Яғни I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Яғни қазақшасын көрейік. Мен мектепке дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жұма күндері барамын. Орысшасы я хожу в школу в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.
келесі соңғы мысал ол мен 30 мамырда туылдым деген сөйлем. Ағылшынша I was born on the 30th of May болады, яғни я родился 30 мая. Осымен достар, сабақ аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Тіркеліп лайк басыңыз.